Жеке тұлғалардың төленбеген салығы бойынша өсімақысы кешіріледі. Пандемия кезінде азаматтарды қолдауға бағытталған заңнамаға мемлекет басшысы қол қойды. Өз кезегінде маңғыстаулықтарды мүлік, көлік және жер салығын өсімпұлсыз төлей алады. 2020 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шотында есепте тұрған мүлік, жер және көлік салықтары бойынша өсімпұлдар кешіріледі. Өсімпұлды есептен шығарудың басты шарты салық бойынша негізгі борыштың төленуі. Қай салықтың негізгі берешегі төленсе, соның өсімпұлы кешіріледі. Бұған 2019 жылға мүлік салығы мен жер салығы бойынша міндеттемелер кірмейді. Олар 2020 жылдың 1 қазанына дейін төленуі керек. Жеке тұлғалар салықтық амнистияны 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады. Мемлекеттік кірістер органдарының барлық аумақтық бөлімшелерінде өсімақыларды есептен шығару жөніндегі комиссиялар құрылды. Өсімақыны есептен шығару үшін еш жерге барудың қажеті жоқ. Қарыздың негізгі сомасын төлесеңіз, өсімақы автоматты түрде есептен шығарылады. Маңғыстау облысының мемлекеттік кірістер департаменті салық бойынша берешегі азаматтарды мұндай мүмкіндікті пайдалануға шақырады.